Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түс жоры каналы. Түсіңізде өмірлік серігіңіз тастап кетсе, онда шынайы өмірде аса маңызды істе қиындықтар туындайды. Мұндай түс қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Сүйікті күйеуіңіз басқа біреуге кетіп қалса, шынайы өмірде сізді біреу алдап жүр деген сөз. Ал жұбайыңыз басқа біреуді сүйіп қалған болса, онда қарым-қатынасыңызды дереу бір нәрсемен өзгерту керек. Олай істемесеңіз, түсіңіз өңіңізге айналуы мүмкін. Түсіңізде күйеуіңіз қоштаспай кетіп қалса, онда сізге көңіл суып барады деген сөз. Ал түсіңізде күйеуіңізбен ұрсып, ол есікті тарс етіп жауып кетсе, шынайы өмірде қиындықтар туындап, үміттеріңіз ақталмайды. Жарыңыз бұрынғы сүйіктісіне кетіп қалған болса, онда шынайы өмірде адалдығына күмән келтірмеңіз. Ал ашынасына кеткен күйеу алдағы қиындықтарды білдіреді, ара қатынастарыңызды бақылаудан шығады, тіпті ажырасуға дейін баруы мүмкін. Ал сүйіктіңіз сізді тастап басқа біреуге үйленген болса, онда өзіңізде орынсыз қызғаныштың құрбанына айналасыз. Сондай-ақ күйеуіңіз сізді тастап кеткенде, оның көңіл күйі қандай болғанын ерекше мән берген жөн. Көңілді болса, алда жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Ашулы болса, көзіңізге шөп салады, өсек тақырыбында айналады. Бозарып шаршаңқы көрінсе, көп ұзамай науқастанады, денсаулығына көңіл бөліңіз. Ал қырынбаған болса, шынайы өмірде сізге көңілі толмай жүргені. Әдемі киініп алған болса, көп ұзамай табысқа кенеледі. Ал тұрмыс құрмаған бойжеткен түсінде күйеуінің тастап кеткенін көрсе, онда дереу сырт келбетіне айналысқан жөн. Әйтпесе ұзақ уақыт кәрі қыздар қатарында жүріп қалуы мүмкін.